Өмірде бір адамның ақыл есі дұрыс емес болса, оны не деп айтамыз біздер? Алла шифасын берсін. Енді сондай бір сынақтағы ауырып жатқан кісі екен ғой деп қоямыз. Ал бірақ негізінде тікелей жәннатқа барады ол кісілер. Ондай адамдар ертең жәннатқа сұрақ жауапсыз кіріп кетеді ондай адамдар. Неге? Оларға намаз да парыз емес, ораза да парыз емес. Олар не істесе де күнә да жазылмайды, оларға сауап та жазылмайды. Сол біздегі тұрған үлкен нығмет ақылды сақтауымыз керек. Ертең қияметте адамдар сол жануар болғысы келіп қалады екен. Қазір мына өмірде итсін десе, екі адам төбелесуі мүмкін, сен кімді ит деп жатсың деп. Ал бірақ ана өмірде ит болғысы келіп қалатын адамдар болады. Өйткені олар көрді. Ана жануарлар бір-бірінің ақысын алып болғаннан кейін оларды Алла топыраққа айналдырып жібереді. Ана ит секілді, ана есек сияқты мен де топыраққа айналып жоқ болып кетсем ғой шіркін деп армандайды дейді Алла Құранда. Ал бірақ ол орындалмайды дейді. Өйткені ол ит, жануарлар, оларда не болған жоқ? Ақыл болған жоқ. Соны көрген адамдар, ана тозаққа кетейін деп тұрған адамдар қызғады деген. Мен де сөйтіп кетіп қалсам ғой қаймере, жоқ болып кетсем ғой топыраққа айналып. Ана отқа кіріп күйіп қазір азапталғаннан көрі, не болып кетсем дейді? Топыраққа айналып кетсем ғой шіркін деп айтады дейді Алла Құран Кәрімде.